Ағбандығы Сибіргінже школадығы 2 класстың үгірінжелері хакас тілін терің үгірінчелер. Хабарларыны паза пасхада программаларыны хынып көршелер. Амды оларға хабаржы 9-ның паза эфирге көздігілер хадет темнелсіткінінің танызып аларға оңдай түспарды. Хакасия Хазна телерадиокомпаниясының 9-жызы Галина Лыкова оларға қысқа жекте Хакас телевидениесінің тархының чоқты перген. Біз Ағбан городтың Сибіргі школаның үгіріншелерін 2 класстың балаларын Хакас тілінің редакциялары, телевидениесері ағылдыбыз. Алғыс біздің класстағы родительский комитет шоқтыз балаларды бері экскурсияға бүйін ағылдыбыз. Мен сақшым балалар еще приденеме білбенжелер, анаңары ноймада болса оларға прайнеме сезін көрерге сақынчым прайнеме оларға керек болар. Хабарларыны паза көздігілеріні эфирге темнерінде оға көп кізі аралысшы. Тексі компанияда бір жүз азыры кізі тоқынша. Олғанарға анзын хайхастық болған біліпаларға. Режиссер Артас Канзачаков компьютер кесінді көздікін қайды өнетін программада көздігілер бүдірілші. Балалар мандоқ хабар 9-ын еткергендір. 2 класстың үгірінжізі микрофонға кебелес қығыр перген, режиссер интернет-хостері сілік музыка паза видео тап алып, 2 минут аразына олық немес клип иді бізген. Соның студияның аппаратында олғаннар режиссерінің паза звук режиссерінің эфир тұзындағы 9-ның танызып алғандар. Оларға аймақ басқа хайхастық терігілер көзделген. Менің адым Костем. 2 класста үгіріншім. Прайнеме хынық болған. Әдік 2 класстың үгірінжелері олық студияда Вести Хакасия эфирге сықчатқанын көр қалғанар. Олардың көзіне ведущий көне эфирді хабарларыны ескіріп пастан. Телевидение 9-ның танызып, олғанар экскурсияны радиода озоратқанар. Хакасия телевидениесінде мандық экскурсия пастағызына ирті. Әзенерге шәрір, мандық туғазық соның, хай пірі палаларының шуштазы, мандық хынық 9-ның пик балғалыс барар.